Так, ассалаумалейкум достар, қалайсыз? Біріміз ойдиясың өйді біз. Короче, ChatGPT дейтін, мен жасаған превьюларға оценка беретін болады. Бүгін видеода біз 10 превью қоятын боламыз. Олар осылар, және де осылар. Осы бүгін біз ChatGPT-дің бізге қанша оценка беретін көретін боламыз. Сіздер видео басыңыз арнайы жазып лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер, осындай керемет контентті қолдап, арнайы жазуды ұмытпаңыз. Дұрыс подписчика жазған болатын. Бізде оннан 7-тен 5 берді. Көріп тұрғандарыңыздай, мен дейтін дұрыстап таппадым бұл. Мені фотоны короче айтқанда, мен оны бүйтіп скриншоттап істей салдым. Екіншісіне оннан бізде жоқ, скриншоттап істеген жоқ, оны ұстар или сол істедім. Ұмытқанмын короче. Оннан 7-тен 5 берді. Екіншісіне берді. Үшіне 6-тан 5-тен, оннан 6-тан 5 берді үшінші превьюға. Мен білмеймін достар, үшінші превьюға неге осындай бергенін. Бірақ өте маған үшінші превью өте қатты ұнады. Сіздерге де осы үшінші превью ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде. В общем, төртінші превьюға бізде 10-нан 8 берді ChatGPT. Мен білмеймін достар, ChatGPT неге бұған 10-нан 8 берді. Маған бұл превью өте қатты ұнайды. Неге екенін білмеймін. Өте керемет шыққан. Оған мен сонша уақытымды бөлдім дегендей, уақыт кетті дегендей. 10-нан 8 берді өкінішке орай. Достар, бірақ сіздер де дәл қазір опцияға, комментарийға өтіп, бүкіл жасаған превьюларыма, осы 10 жасаған 10 превьюма, 10 превью жасаған 10 превьюма, короче, оннан оценка беріп кетіңіздер. Неше бересіздер, міндетті түрде жазып кетіңіздер. Айтпашы, бағанада айтқандай, 4-ші превьюға 10-нан 8 берді. Неге бұлай көп сөз өткенде екен, достар? Себебі мен дейтін соғым келіп жатыр, себебі видео 1 минутқа нәзер өтіп баратыр. Енді аз оқылады ғой. Так, короче, 10-нан 8. Тезірек 10-нан 8 беріп бастады. Неге 10-нан 8 берді екен? Достар, бізде 1 минутымыз осымен кетті, ура. Так, енді 4-ші превью, 5-ші превьюға достар, бізде мына осы әдемі превьюға 10-нан 6 берді. Неге 10-нан 6 бергенін комментке жазып кетіңдер. Мен бұны неден скриншоттап жасай салдым, неге екенін білмеймін, таппадым, бұл күн жерден іздеуге тырыстым. Бірақ мен бұл дейтін превьюді таппадым, солайша маған 10-нан 6 берді ChatGPT. Өте әдемі шыққан негізі, мен оған өте көп уақытымды жұмсадым. Ол менің өзім миымнан шыққан идея. Сондықтан достар, білмеймін, ChatGPT не үшін соншалықты осындай баға беріп жатқанын. Достар, давайте келесіде тағы да біз 10 превью ChatGPT-ге жасап көрсететін боламыз. Мен жасаған болатым бұл 10 превью. В общем, ютубында ең ескі видеоларындағы превьюларды давайте осы ChatGPT-ге баға беріп көрсетейік. Қалай болады екен, достар? Ана превьюлар жаман шыққан, ой-ой-ой. Енді бізге 6-шы превьюға 10-нан 5-тен 5 берді достар. 6-шы превью енді ол да скриншотта етілген көрініп тұр. Маған өте қатты ұнады, жалпы. Бірақ бұлар скриншоттап болғаннан кейін, анық түспей қалғаннан кейін, ChatGPT маған әңгіме айтты. Мынау дұрыстап скриншот болғаннан кейін анық болмай қалды. Егер бұл анық болғанда, мен саған 10-нан 9 беруші едім деп айтты. Егер менің скриншотым достар анық болғанда, ол 10-нан 9 смело алады еді. Алайда бұл алмады. Давайте достар, дәл қазір осы 6-шы превьюға өтініш 10-нан 10 деп басып кетіңіздер, немесе 10-нан 9. Бірақ 10-нан 5-тен 5 бермеңіздер. Мен мұна ChatGPT-дің айтқан оценкасымен келіспеймін. Білмеймін не үшін, бірақ келіспеймін. Келесі превью бізде 7-ші превьюға бізде ChatGPT 10-нан 7 берді. Достар, 10-нан 7 берді. Нормально ол, 5-тен 5, 10-нан 6. Хотя бы 7-ге көтерілдік. В общем, неге мен бұған 10-нан 7 берген айтайын? Себебі менің хайтерім пайда болды деген видеосын. Білесіздер, содан кейін маған адамды жазып бастады. Естеңде ме? Маған көбісі айтатын. Сен жаңа видеосын көрдің бе? Деп біртүрлі смайликтер жіберіп, ана-мынау етті. Мен оны бір күн болмай тұрып өшіп тастадым. Ол адам маған келіп кешірім сұрады ма, білмеймін. Кешірім сұрап, маған бір кланға кіресің бе деп айттым. Мен айттым, давай кірсек кірейік дедім, бірақ ол дейтін мен кірмеймін. Бірақ мен кірмеймін деп айттым. Мүмкін көрем, бірақ мен ондай кландарға кірмеймін деп негізі айтқан болатынмын.
Иә. Достар, келесі бізде превью, ол дейтін 8-ші превьюға оценка берген болатын чатчиптей. Қаншадан қанша оценка берді деп ойлайсыңдар? Дәл қазір комментке жазсаңдар. Әрине бізге чатчиптей бізге 10-нан 10 берді. Тамама достар, мына превью сіздерге де ұнай ма? Осыған 10-нан 10 беріпті достар. Йо-майо достар. Менің сондай видеоларыма чатчиптей 10-нан 10 берген. Вау, керемет достар. 10-нан 10, 10-нан 10 достар. Неге бірақ мыналар 10-нан 10-ға, басқалар 10-нан 10 алмады? Тек осы ғана алғанын білмеймін достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Не үшін бұл превью 10-нан 10 алған жоқ? Менің ойымша бұл басқалар деген, ойбай, басқалар мынау сияқты емес. Мысалы, менің тақырыбым ерекше болды. Ол концептімен ол жылы мен туториал видеолар түсіретінмін. Фолдкрафт лаунчердің секреттері қалай мод жазады, қалай карта жазады, қалайнан достар жақында егер досым болса, досыммен қалай қосылып ойнауға болады деген видеода шығаратын боламын. Иә. Келесі 9-шы превьюға бізде чатчиптей 10-нан 7 берген болатын. Мен чатчиптеймен мына 10-нан 7 бергенге келіспеймін. Себебі мына превью маған өте қатты ұнады барысында. Бірақ бұл өте көп қатты не жинаған жоқ. Яғни лайк жинаған жоқ дегендей. Сондықтан сондай баға берген сияқты чатчиптей. Бірақ өте керемет шыққан деп комментке өздерінің комменттерін жазып кетіңдер. Өте әдемі Диас контентін керемет, каналға тіркеліп кеттім. Өтініш, менің каналыма тіркел десең, мен сенің каналға тіркелемін. Тек комментке керемет видео деген сөзді қалдырыңдар. Керемет видео шығып кетсінде. Или күшті видео, или керемет видео, но мен дейтін мына чатчиптейдің айтқан 10-нан жоқ достар. 10-нан 7-те 5 екен ғой. Кешіңдер. 10-нан 7-те 5 берді чатчиптей. 9-шы превьюға. Иә, нормально. Ал енді достар, бізде шешуші, әрине, осы видеоның соңы 10-нан 10-шы превьюға бізде неше баға берді деп ойлайсыздар. Ол ChatGPT бұған соңғысы деп, мен дейтін бұған 10-нан 8-ден 9 бердім деп жазып кетті. Я достар, маған да мен де осындай баға берілем бұл 10-шы превьюға. Қойшым достар, біз бүгін дейтін ChatGPT бізге 10 превьюмызға да оценка еткен болатын. Сіздер де өздеріңіздің оценкаларыңызды комментке жазып кетіңіздер. Біздің осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. С вами был Диас. Пока-пока. Чао.